Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Құрметті жамағат, құрметті көрермендер, бүгінгі сіздермен өтетін дәрісіміз идғам мислейн. Идғам мислейн дегеніміз не? Идғам мислейн дегеніміз аталу мен махражы бір болған екі әріп бір-біріне жолығып, алдыңғысы сүкунды болған уақытта алдыңғысын кейінгісіне кіргізіп оқуды идғам мислейн дейді екенбіз. Мысалы, мына жерде ләм сүкунды болып, келесі әріпте ләм, яғни бірінші ләмді екінші ләмге кіргізіп, идғам жасап оқиды екенбіз. Бәллә деп. Екінші мысалға келетін болсақ, фәмә рабихат тижаратухум. Мына жерде де бірінші тә сүкунды болып, екінші тә харакатты. Бірінші тәні екінші тәға кіргізіп, идғам етіп оқиды екенбіз. فما ربحت تجارتهم فما ربحت تجارتهم деп оқиды екенбіз. Идғам мислейнға түсініктеме беретін болсақ, тәштитпен оқылатын әріптердің барлығы идғам мислейн болады. Нун мен мин әріптері тәштитпен келгенде ғуннамен оқылады. Мысалы, инна, ләммә. Ал енді нун және мимнен басқа әріптер тәштитпен келгенде ғуннасыз оқылады. Мысалы, доллә, роббә деп ғуннасыз оқылады. Құрметті жамағат, құрметті көрермендер, бүгінгі дәрісіміз осымен аяқталды. Келесі дәрісімізде кездескенше, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.